Василий екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық. Ол күні түні қасымнан шықпайтын. Бір күні таңсәріде ұйқыма ашылып, бауда бұлбұлдың ерекше сайрап жатқанын естідім. Шыдай алмай есік алдына шықтым. Бұлбұл тоқтаусыз сайрап жатыр. Сол кезде біреу мені Васяның даусымен шақырып жатқандай болды. Жай ғана «Луша!» деген дауыс шықты. Ұйқылы бұрылғанда тепшіктен топ етіп сүрініп құладым. Бірақ қатты соғылмадым. Бірден орнымнан тұрып бөлмеме келдім. Тек құрсағымда бірдеңе үзілгендей болды, деді Лукерья ентігіп. Сәл демалып алайын. 1 минут, мырза. Лукерья үндемей қалды. Ал мен аузыма ашылып оған қарап отырмын. Сол оқиғадан соң, деп жалғастырды Лукерья. Мен әлсіреп сола бастадым. Білмеймін, бір албасты. Жүре алмай қалдым, тек жата берем. Ас су ішкім келмейді. Күн санап нашарлай бердім. Сіздің анаңыз мен дәрігердің бәріне көрсетті. Ауруханаға да жатқызды, бірақ ештеңе көмектеспеді. Бірде-бір дәрігер бұл дерттің себебін айта алмады. Олар еміздеп не істеме десеңші. Арқамды ыстық темірмен күйдірді, үстік мұз үстіне отырғызды, бірақ ем қонбады. Ақырында қу сүйекке айналдым. Байдың үйінде мүгедек болып жатқан дұрыс емес деп шешіп осында келдім. Мұнда әйтеуір туысым көп. Лукерья үндемей қалды да тағы жымиюға тырысты. Мен не айтарымды білмей. Я, бұл бір ауыр хал екен. Ал Поляков ше, ол қайда? Дедім. Айтсам да тілімді тістеп қалдым. Өте ақылсыз сұрақ болды. Лукерья теріс қарап. Поляков не істесін? Әрі-бері шапқылады, болмаған соң басқа елге үйленіп алды. Жігіттің обалы не керек? Мені жақсы көрді, не істейсін? Жап-жас жігіт өмір бойы бойдақ боп жүре алмайды. Мына түрімен оған қайтып келіншек болайын. Үйленген әйелі өте жақсы адам, сондай мейірімді, балалары да бар. Ол қазір осы маңдағы бір байдың үйінде меңгеруші болып жүр. Анаңыз оның барлық құжаттарын түгелдеп босатты. Қазір оның жағдайы жақсы. Сонда өмір бойы өстіп жата бересің бе? Деп сұрадым одан. Я, өстіп жата берем, мырза. 7 жыл болды. Жазда осында, қыста моншаның ауыз бөлмесінде жатамын. Сонда саған кім қарайды? Жақсы адамдар бар ғой. Құдайға шүкір, қарасып тұрады. Оның үстіне маған не қарайтыны бар? Тамақты мүлде жемеймін. Ал су әне тұр. Шөлдесем, қолымды созып ішем. Құдайға шүкір, әзірге бір қолым істеп тұр. Осында бір жетім қыз бар, жиі-жиі келіп тұрады. Онысына рахмет, жаңа ғана келіп кетті. Сіз оны жолықтырған жоқсыз ба? Сондай бір жақсы қыз. Ол маған гүл әкеп тұрады. Түріме қарамай гүлге құмармын. Далада өсетін гүлдер қандай жақсы. Иісі баудағы гүлден де әдемі. Мысалы қызғалдақ. Қандай әдемі. Ішің пыспай ма? Қалай жата бересің, Лукерья жан? Не істейін? Өтірік айтып не қылайын? Алғашында қатты қиналдым. Кейін үйрендім ғой. Шыдадым. Кейбіреудің жағдайы менен де жаман ғой. Қалайша? Мысал, біреудің көзі жоқ, соқыр, біреу керең, ал менде Құдайға шүкір. Көз құлағым аман. Тіпті көрт шыққанның жерді қазып жатқан естіп жатам. Иісті де жақсы ажыратам. Тіпті ең әлсіз шыққан иістің өзін сезіп қоям. Мысалы, егістікке қарақұмық не орманда жөке ағашы гүлдесе, иісін бірден сезем. Құдайға не үшін өкпелеуім керек? Көп адам жағдай менен де жаман. 12 мүшесі сау адамды алайық. Ол кез келген сәтте күнәға батуы мүмкін. Ал менен күнәнің өзі қашып кетеді. Жақында діндар Алексей Аким маған дұға оқып жатып, саған тәубе етудің қажеті жоқ. Сен мынандай халде жатып күнә жасай алмайсың ғой, деді. Мен ол кісіден, ал ой күнәсі ше, әке, деп сұрадым. Енді бұл анау айтқанда үлкен күнә емес, деді. Мен шынында ой күнәсімен ауырмайым. Себебі өзімді солай үйреттім. Мүлдем еш нәрсені ойланбауға, еске алмауға тырыстым. Сондай уақыт тез өтеді. Сен үнемі жалғызсың, Лукерья. Қалай ойыңды игересің? Әлде жиі ұйықтайсың ба? Жоқ, мырза, жиі ұйықтай алмаймын.
Жаныма қатты батпаса да, сүйектерім сырқырап ауырады. Тыныш ұйықтатпайды. Жоқ, былайша жата берем. Әрі жатам, бері жатам, әйтеуір ойланбаймын. Тірі екенімді сеземін, дем алам, тыңдаймын. Баларалар мұнда зуылдайды жатады. Жабай кептер келіп, шатырға отырып гуілдейді. Күретауық балапандармен келіп, ананы мынаны шұқып кетеді. Кейде торғай немесе көбелек ұшып кіреді. Маған соның өзі жетеді. Олардың қанат қағып ұшқанына тамсанып қарап жатамын. Бұрнағы жылы осында қарлығаш кеп ұя салған. Бар қызығым солар болды. Тұмсығына қамыс тістеп ұя салғанынан бастап, балапан баптағанына шейін тамашаладым. Балапанның шиқылдап, аузынан ашқан жаныма бақыт сыйлайтын. Мен оларды былтырда келеме деп күткен едім. Сөйтсем, бір аңшы оларды мылтықпен атыпты. Оны не істемекші екен? Қарлығаш деген киелі құс емес пе? Тұрқы жұдырықтан да кішкентай. Мен өмірімде қарлығашқа тиіскен емеспін, деп айтып үлгердім. Бірде, деп жалғастырды Лукерия. Ой, күлкіден өлдім ғой. Мұнда қоян кіріп келді. Соңынан иттер де қудыма қайдам, сарайды тасалады. Жақындау келіп ұзақ отырды. Тұмсығымен мұртын қимылдатып, нағыз офицер дерсің. Маған қарап қояды. Қорқыныш емес екенімді білді ғой дейм. Дәл жанымнан секіріп өтті де есіктің алдына келгенде артына бұрылып маған бір қарады. Сосын әрі қарай зуылдады. Сондай бір күлкілі жағдай болған. Қызық болмай қалды ма дегендей, Лукерия мен жаққа көз тастады. Көңілі қалмасын деп жымиып қойдым. Ол кеуіп кеткен еріндерін тістеп әңгімесін жалғай берді. Қыз мен үшін қорқынышты әрі қараңғы мезгіл. Себебі түн ұзақ. Балауыз шамды тұтатайын десем, оның не қажеті бар деп ойлаймын. Бұрын кітап оқитын едім, қазір не оқисың? Мұнда ешқандай кітап жоқ. Бар болғанда не істеймін? Кітапты қайтып ұстаймын. Алексей әке күнтізбе әкеп берген. Бірақ одан пайда жоқ екенін біліп қайтадан алып кетті. Бірақ тас қараңғы болса да тыңдайтын нәрсе жетерлік екен. Қара шегіртке шырылдап жатады, тышқан бірдеңені кеміреді. Міне, солар тыңдап уақыт өткізем. Кейде дұға оқимын. Тек көп дұғалар жатқа білмеймін. Сосын Құдайды мазалап не қылайын? Не сұраймын одан? Маған не керек екен, ол жақсы біледі. Кейде Құдайды білгенімше зікір етем. Сауабын дүниеден өткен әруақтарға бағыштаймын. Сосын ештеңе ойланбастан қайта жатам. Сарай ішінде тыныштық орнады. Ол да, мен де үнсізбіз. Бақытсыз тіріліктің қиын тағдыры маған қатты әсер етті. Серейіп, қимылдамай қалдым. Тыңдаш, Лукерия жан, дедім мен. Қалаға апарып, мықты аурухананың біріне жатқызайын. Кім білсін, мүмкін жазылып кетерсің. Ең басты жалғыз болмайсың. Жоқ, мырза, деді ол жанын ашыған сыбырлап. Ешқандай ауруханаға апармай-ақ қойыңыз. Түртпеңізші мені. Ол жердегі адамның бәрін әуре қып не істейін? Маған ем қонбайды. Өткенде осында бір дәрігер келген. Мені көргісі келіпті. Құдай үшін тиіспеңізші. Деп қанша жалындым оған. Тыңдамастан әрі-бері аударып, аяқ-қолымды созып бүктеді. Сені ғылыми жұмысым үшін тексеріп жатырмын. Қарсыласпа, сен сияқты қарапайым халық үшін зерттеу жасаймын, деді. Қинап болғасын дертімнің атын айтты. Не деген есімде жоқ, сосын кетіп қалды. Содан бір апта бойы сүйектерім қақсаумен болды. Сіз қайта-қайта жалғызсың деп айта бересіз. Жоқ, мен жалғыз емеспін. Маған келіп тұратын адамдар бар. Ешкімге ештеңе деместен жата берем. Ауылдағы шаруалардың қыздары келеді. Отырып ананы айтады, мынаны айтады. Ел аралап жүрген диуана келіп, Құдыс, Аясоп сияқты киелі жерлер жайлы аңыз шертеді. Жалғыз жатуға қазір қорықпаймын. Қайта қуанам. Мені қозғамай-ақ қойыңызшы. Ешқандай ауруханаға барудың керегі жоқ. Ниетіңізге рахмет. Жарайды, Лукерия. Сенің қамын ғой ойлап жатқаным. Әрине, бәрін түсінем. Біреу үшін біреу не істей алады. Оның жанын кім түсінеді? Адам өзіне өзі көмектесу керек. Сенесіз бе кейде жалғыз жатып? Құдды бір әлемде өзім ғана бар сияқты сезінем. Тірі атаулыдан тек бір өзім. Бүкіл әлем менің ішімде тұрғандай болады. Ойдың қуатымен жер дүниені шарлап шығам. Сонда нені ойлайсың? Бұл сезімді айта алмаймын. Тілге түспейді. Кейін көрген түстей ұмытылып та кетеді. Ой санаң жаңарып тап-таза болып қалады.
соңынан не болғанын түсінбей қаласың. Егер жанымда адамдар болса, осы айтқаның бірі де болмас еді. Өзімнің бақытсыз өмірімнен басқа ештеңе сезбейтін едім. Лукерия қинала күрсінді. Сіз мені қатты аяйсыз, мырзам. Өйтіп аямай-ақ қойыңыз. Білесіз ғой мені бір заманда қандай көңілді жүретінін, алып-ұшпа қыз едім. Мен қазір де ән салып тұрамын. Ән? Сен бе? Иә, ескі әндер. Баяғыда көп білуші едім, ұмытып қаппын. Биге арналған әндерді айтпаймын. Мына жатысымен ондай әнді орындап қайтем. Сонда қалай ән саласың? Ішіңнен бе?